Сәдиранын күйеуі звондықтарын айтып мектепте ақша жиналады, анам болмайтын ақша жиналып жатқан. Ақша жиналады. Телефонда сөйлеспеймін дегенде күйеуі ашмаған ғой. Адам басында болады, неге директормен сөйлеспейді деп ашмаған. Сол жерде екеуі ұрысқан, бұл мектепті жақтаған, күйеуінен ақша сұраған кезде 30 мыңдай кеткен ғой ішінде. Мен солай түсіндім, аға Жазира. Солай ма? Сол мен. Өзің айтқан сөзі ғой, мен айттым енді мектепке сен ол. Қашан ақша жинадың сен? Күйеулеріңді неменеге араластырасың? Мен білмеймін, мен салып ақша жинап жатқан жоқ. Забыш деп айтқан ғой енді бұған. Дұрыс қой. Дұрыс қой Гүлбарам, забыш деп айтқан. Жоқ, сізден сөйлесуге бола ма деп маған. Мен не үшін сөйлеседі? Ол ақшаны айтып жатқан жоқ шығар арада. Сізге ақша сұрап айтқан жоқ шығар? Қазір Гүлбарам келіп отыр. Бұл мектепте ақша жиналу қашан тоқтатылды? Не үшін мектеп ақша жинайды дейді? Мен қайсың ақша жинадым? Енеме орбаты деп айтты ғой. Иә, сондай деп айтқан шығар кетірмейді. Мен мәселе оны күйеуі алып жатыр ма? Оның бұл жерде керек болып іздеді ғой директор. Жұмысқа келу керек қой, или хабарлау керек адамдар. Кейін кімге Гүлбарам әпкеге звондап сұрадым, әпке не жағдай болып жатыр деп ем. Жаңағы орыс тілі домашнее обучение ма, соны маған жаз жергесіздер. Мен ол сабақты білген жоқпын біріншіден. Екіншіден мен ол журналды толтырған жоқпын. Неге жазасыздар деп мен өзінен де сұрадым Гүлбарам әпкеден. Неге жазасыздар деп. Оны мен түсініп тұрмын, ол беру керектігін. Бірақ менің күйеуім түсінбейді оны. Өйткені банкоматтың барлығы оның қолында, мен өз айлығымды өзім алмаймын. Ондай нәрсені саған не үшін жазады деп тұрсады. Сен не үшін ақша беруің керек деп маған ұрсып жатыр. Сол нәрсе бойынша шақырып жатыр екен деп айтайын. Сен не үшін бересің ақша? Не үшін саған жазады? Нағып саған ескертпейді дейді. Маған қолма-қол санап бересің деді. Аляпкеге. Қазір Аляпкедің өзі де келіп таңертең маған айтты ол нәрсе туралы. Біз кестік қой. Апке келіскенде мен сізге түсіндіріп айттым ғой. Мен күйеумен сөйлесейін деп. Күйеуімде бола ма болмай ма? Ішкі құнян керек жоқ қой, айналайын күйеуде. Сыртқы құнянды, ішкі құнян керек. Бәрі күйеуі бар, бәрі күйеуі жоқ, қалып жүрген жоқ. Не болмай келеді? Иә? Заң бойынша. Заң бойынша сен келіп, өтініш жазып, сенің күйеуің мен ешкім емес, бірақ мен сен жаз, келген кезде жұмыс істеймін дедің, менен келді, мақұл дедім. Мен ер азамат, уәде бердім, уәдемде тұрдым. Мен адам алатын болсам, басқа адамды алып тастауға болады. Бос орын деп бердім, бос орынға мен адам алмай ұстап отырдым да, өз сөзімде тұрдым, алдым. Күйеуіме де түсіндіріп айттым, жұмыс, бірде ұрсамыз, бірде басқа қыламыз. Ауылдың күйеуісің, егер осы жақтан не қылатын, жұмысқа кіріп ал, Сайранбайға ақыр анамды ойналатын. Мақұл деді. Бірақ одан кейін сенің басқа өміріңе мен қажеттігім жоқ. Ағай, дұрыс қой, мен заң бойынша ақшаны жазды ма, жазбады ма, оны мен білмеймін. Ал мектепте сұрану, сен күйеуің маған ешқандай қатысы жоқ. Егер күйеуің осы жерде жұмыс істеп, жай жұмысшы болсын, немесе осы жердің бір салада қызметкер болып, онда звондап тұрса, онда мен сөйлесемін. Ал маған оның қажеттілігі жоқ. Түсіндіңіз ба? Ал енді ақша жинау мәселесінде мен ешкімге 30 мың жина деген әңгіме айтқан жоқпын. Сонда сөз болыпты ғой, күйеуім сөз болыпты ғой жолында. Неге айтасың сен үйде? Қайсысы айттың? Айнұр айттың ба саған? 30 мың жина деп. Айжұмал айттың ба саған? Маған Надияға ешқаты. Мен айттым ба саған? Жинамайтын болсыңдар, жинамаймыз деп айтыңдар бір ауыздан. Немене оны былай шығып айтып, бүйтіп не қылсыңдар. Ол тек кішкентай бала емессіңдер ғой, иә? Барлық жерде жиналып жатқан дүние ғой. Мен саған ақша жина дедім ба? Ондай әңгіменің керегіне артықсың. Болады, күйеуімде банкомат. Сенің банкоматың күйеуімде болады. Керек жоқ, болды. Бола берсін күйеуі.
Жоқ, не деп айтсың? Не үшін айтты ол? Ертең келеді ол істі көреміз. Жоқ, сен жаңа бір қызықсыңдар, құрметті әріптестер, сіздер қызық сөйлейсіздер ғой. Жина деп айтты, деп анау айтты, мынау айтты. Не, мәди өзіне киім алу үшін жинап жатыр ма не? Жоқ, Накен аға өзіне бірдеңе. Жоқ, ол емес қой, олай емес қой. Бұл мектеп үшін жиналып жатқан нәрсе екен. Беске білеміз ғой. Жоқ, ағай, бұл жоқ, ол әркелеп сұралып отырған нәрсе ғой. Өзіміз үшін жинап жатырмыз ғой. Жоқ, қызысыңдар, банкоматта пәлен ақша түгенге жазылған деп айтасыңдар ма сонда? Білмеймін мен. Ол тек қанша мен болса неге тұр ондай нәрсе? Анаған жазды, мынаған соны айтып, әр қалатын әртүрлі айтасыңдар. Дұрыс емес. Оны айта берсеңдер ол болған кезде айтып еттім. Енді алдымызда осындай бақылау келе жатыр. Ана отырардың қақпасы сияқты іштен шығып өзіміз ашып бермейміз. Енді бірлік жұмысында ертең қалай еңбек жатыр, балабақшаның сөзін сөйлеп жатсыздар. Болды, керек. Ешкім жина деп айтқан жоқ, ешкімге берген жоқпыз деп айтпайсыңдар ма? Бірауыздан болды. Ешқандай да ақша жиналып жатқан жоқ, берген жоқпыз ешкімге. Ешкімді көрген жоқпын, болды. Артық сөздің керек емес сендерге. Бер деп айтты, бердім деп. Деген теңізде бір кеме болып қазір ағып бара жатырмыз. Тез бастап деген кеңені. Бәріміз батамыз ғой, естігіміз дұрыс. Сонымен аман-есен өтіп кетті. Сол айтамын, керек емес ондайды. Бер деп айтты, ана Накен бер деп айтты, Мәди бер деп айтты. Сосын бердім деген сөз болмайды ғой. Дегеннен кейін астарын түсіну керек қой, кішкене бастарында не болса. Анаған айтты, мынаған айтты. Ондай тоқтатыңыздар. Қайғысы дөңіз түкпілмеген адам сияқты. Жан жақтан сұраса білсеңдерші, айналып жан жақтан сұраса білсеңдер. Тоғайламай. Қазір екеуіміздің атымызды аталып. Мен мына әңгімені естімейтін де болайын, көзім құртыңыздар. Ертең менің қолыма кісен салынып, бір нәрсе болып, мен кететін жағдайым жоқ. Менің өмірім сендер арзықтап алғанмайсыңдар. Дәл емес па? Күйеуіңе айтып. Ешқандай да ақша жиналып жатқан жоқ деңдер болды. Одан бәрі мен ақша алуым керек. Жоқ, енді сенің күйеуің сенде жұмыс не ол? Мектептің ішкі кухнясында несі бар? Бермесе берусіз келсін. Ешкім ақша сұрағанда болды, тоқта. Жазирасызда басқамыз. Иә, жазираның керек жоқ. Не болды? Немене ол? Басқа ақшаның мен керек жоқ қой берді. Не керек жоқ насиялымен. Ол тек күйеуің. Анау жина деп айтты, мынау жина деп айтты деп. Үндемей отырып болды. Мен айтып отырмын. Мен сіздерге ақша жинаңыздар. Қазір мен үш адамның атын естіп отырмын. Накен аға деді, Тоғай аға деді, Мәди. Ертең Накен аға келсін, сол сөйлесеміз. Бұл мәселені. Баяғыда кім хан піләкке келген кезде 5000 теңге айлық алатынбыз. Сол кезде 1000 теңгеден паровойға жинатқанда біреуіміз де сөйлемей беріп едік қой, ешқайсымыз ештеңе демей. Ешқайсымыз сөйлеткен кезде ешқайсымызға бердім, ана Раушан әпкеге дейін сұраныста болған еді сол кезде. Білемін мен сол кезде қол қойғаны рас па, алғаны рас па деп. Білмейміз, әпке көргенде жоқ бізде, біз баста өзім сонда білмейміз да ғой біз сол ақшаны тағы кетіп жатқанда. Сондай болады ғой. Ол білмейміз, көргенде жоқпыз, ақша жинаған жоқпыз деді. Абырой, бәріміз үшін. Суббота, воскресенье телефонын алып отырсыз ғой? Ондай жағдайда болды ғой, сонда 5000 теңге айлық аламыз, 5000 теңге қолымызға тиеді. 1000 теңгесін бердік қой сонда. Қанша жинатса жинай беретінбіз сол кез, бір нәрсе, бір ауыз сұрамай. Мен сіздерге ақша жина деп айтқан. Мен қанша өзіміз үшін ғой. Әр неден үшін жинайсыңдар берсеңдер. Ертең күні өтіп кетейік деп жанымыз шығып жатыр. Ондай артық сөздің керегі жоқ қой. Өткен директор сағатта да 3 жиналыс өткіздік па, 4 жиналыста ақша жиналмайды деді. Мұны әлі екеуміз сол үшін біраз сөзге келдік. 15 күнде сөйлеспейді жүрдік. Сен неге ақша жинамайсың? Жинап қояйық дедім ғой мен, өйтіп яғын Оны естіп жатсыздар ғой. Міне, оны керек емес қой. Қай жерде өтсіз, сол жер қалай өтіп жатқан бәрі ескерілесіздер. Соның барлығы немен бітіп жатыр? Өзі директордың қатысы жоқ, деп қатысы жоқ. Мен ашық айтамын. Біз ұйымдастық бердіңіз бе? Жоқ, сіз ұйымдасқаныңыз жоқ. Бой бермей қойдық қой. Жоқ, енді рас қой. Көрген жоқпыз. Куәларын айтып отқан сол сияқты әңгіме ғой балалар. Оның немене керегі бар? Ал енді ана қызға керек жоқ ол, болды. Ұзын сөздің қысқасы сол енді, иә. мен не үшін жинап отырмын? Мен қазір сол ақшаны естідім, қазір айтылды. Керек жоқ. Мен айтып отырмын ғой. Егер не бар, біз өткен айтқым, 2 жыл жұмыстасам, өткіземін мектеп бөлсем де, 2 жыл өткізсем де, өнен кейін біреуімізде тыныштық болмайды.
балалар екі жұртында шығады. Сонда таңертең шыққан кейін мінездеріңізді білдіртпеңіздер, ләж болса. Қол болса үшін, болса табат үш бала күлкі болады. 1000 теңге. Апки бәрін айтып отырсыз. Оны аккуратно, шешпейді ғой. Мен бізде бүтін емес біздің әйеліміз мұғалім болып жұмыс істейді. Ақырын түсініспеушілік деген нәрседе мысалы сіздің өзіңіз де әйеліңіз де мұғалімсіз, дұрыс па? Сіздер бір-бірлеріңізді түсінесіздер, ал ол кісі ондай нәрсені түсінбейді. Екеуіңіз мәңгілікке енді уақытша деп үйленген жоқ шығарсыздар, мәңгілікке кетпейді бірге. Енді өздеріңіз отбасы мен білмеймін, сіз кірамайын отбасы болса. Ақылдасу керек. Оны кім білмеймін, шығар, ол біреу отбасына шығарған жоқ, бірақ табу керек. Ағай сен жазира, сен айтын керек. Ағай осындай жағдайда мен шамам келмей жатыр, қайтайын енді ағай деп келген адамға мысалы мен бүткілердің көзінше мысалы маған айтып отыр, сен пәленбай сағатың бар. Кім? Айналайын, бүйтейікші, мына өткіншіліктегі айқайды қойыңыз, мынаны өткізіп алайық. Болды. Айқайды, шуды қойыңыздар. Ой, бірдей қой енді. Оны айтамын. Жазира кешегі ана бір проблема үшін, өшедегі проблема үшін жазираны іздеді, и тақым іздеді. Керек болғанды іздеген Керек болса іздейді ғой. Ана не білесіз, білмеймін, шаруам жоқ. Бірақ мен сіздерді жаңа неге шақырып жатырмын? Бірлікке шақырып жатырмын. Ертең кері қалмайық па? Ол оңай емес. Мен жарайды, мен құтыламын, менің классым жоқ деп мен мысалы ойланмасам, ертең мектеп түгел кетейін деп жатыр. Түгел кетеді. Кеткеннен кейін сен не бұл? Контрольді қойғансам болды деген сөз ғой. Болды. Филиал етіп бөлініп шықпайды. Иә. Сондықтан да бірлік керек. Өйткені ертең ана кісілерден келе жатыр ғой, мысалы бақылап. Мына жақта бірлік жоқ та оп-оңай қиратып кетеді. Болды, оп-оңай. Қырсығып отырмаса болды. Жан-жақ қарасаңыздар. ол ана ауыздың жылдамдығы, ол пысықтың, тәуірліктің қажеті жоқ. Дұрыс айтады. Бәріміз жұмыл, лұқет болса Шының теңге емес осы, айтады. енді жазираға қайтсең де беретін деп қандыр ғой, жазира жарайды, жағдайын түсінесіңіз. Сен енді бермесең бермей-ақ қойып жатырмыз ғой, болды. Қалғандарыңыз болды. Қайталамаңыздар болды. Ал ары қарай жұмыс істейміз, бітті. Ал жылдамдығы керек жоқ, күн тәуір. Онда неме ақыл өтуіміз керек. Өте керек, дұрыс айтасыз. Ал өткеннен кейін сол сөйлей беріңіз. Сөйлейтін болса, ең бәрін алып жылдам.